Қадірлі күн, құрметті кішкентай оқырмандар. Белгілі ақын Сұлтан Қалиев өзінің шығармаларында кішкентай балалардың алаңсыз тірлігін суреттеп, оларға арнап түрлі тақпақтар, санамақтар, жұмбақ пен жаңылтпаштар жазды. Кішкентай оқырмандарын түрлі ертегілер әлеміне саяхаттатты. Оның жекелеген өлеңдері орыс, украин, Азербайжан, грузин, қарақалпақ, түркмен тілдеріне аударылып, «Сәлем саған мектебім» атты кітабы қырғыз тілінде жарық көрген болатын. Ақынның «Бақыт құсы» деп аталатын әңгіме ертегісі оның шығармаларының ішіндегі қара сөзбен жазылған жалғыз шығармасы. Мен қазір сіздерге осы ертегіні айтып беремін. Ісі атына сай емес, бар тірлігі мектепке барып келіп, сөмкесін лақтыра салып, аулада доп қуып, өзі қатарлы балаларға ұрынып, құстарды рогаткамен атып, айналасына жұғымы жоқ тәртіпсіз Азамат деген бала бірде ойға қалып, жақсы бала болғысы келеді. Қанша тырысса да өзгере алмайды. Соған налып, мен неткен бақытсыз баламын, шіркін-ай, бақыт құсын тауып алсам ше, табан астында өзгеріп шыға келер едім деп, бақыт құсын іздеуге кіріседі. Зообаққа барады, сұрастырады. Аң патшасы арыстан: «Бақыт құсы неге керек саған? Онсыз да бақытты емессің бе? Мен сияқты торда тұрған жоқсың, қол-аяғың бос, не істесең де өз еркіңде». Білдім, сен бақыт құсын басыңа қондырып алып, оңай олжаға кенелмексің ғой. Кет бұл жерден, бесіктен белің шықпай жатып, басыңа не күн туды деп ақырып кейді. Азаматқа арыстанның сөзі ауыр тисе де, сол жердегі зоодүкенге кіреді. Ішіндегі кішкене торларда отырған түрлі құстарды көріп қуанған Азамат араларында бақыт құсы бар ма деп ақырын сұрайды. «Бақыт бар» деп тоты оң жағына мойын бұрады. Манадан тыныш тұрған қызыл бүйір торғай әрлі-берлі ұшып шырылдай қалады. «Сен ойлағандай жаман адам емеспін, рахмет саған тоты» деп қуанышы қойнына сыймаған Азамат құсты сатып алып, үйіне әкеліп, алдына су құйып жем шашады. Таңертең Азамат бақыт құсының сайраған даусынан оянады. Ояна сала жүгіріп жем салғысы келіп қараса, кешегі берген жем суы сол күйі әлі тұр екен. Аштан өлмесе болар еді, не берсем екен деп, әбден әбігер болған Азамат әжесіне барады. Әжесі кітапханадағы құстар туралы кітаптардан қарасаңшы деп ақыл береді. Талай кітаптарды әкеліп, құсының қасында отырып оқи бастайды. Дауыстап оқыса, құстың тыңдай қалатынын аңғарады. Сөйтсе, ол құс кітапты жақсы көреді екен. Суретті көрсетсе, тіптен қуанады екен. Құсының көңілін көтергісі келген Азамат жаз бойы кітапханадан әкелген кітаптарды, өзінің оқулықтарын құсына оқып береді. Сол кітаптардан қандай жем беру керектігінде оқып біледі. Күзде сабаққа барған Азамат мұғалімдерін қай пәннен сұраса да сайрай жөнеліп таң тамаша қалдырады. Сөйтіп ол мақсатына осылай жетеді.